Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер қазіргі уақытта хит болып жатқан лаваштан себет жасайтын боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Лавашты аламыз. Бізге лавашымыз свежий болу керек, себебі майыстырған уақытта егер лавашыңыз свежий болмаса сынып кетеді. Осылай кесіп аламыз үлкендеу тарелкаға, себебі пісірген уақытта ол кішірейеді. Осындай лаваштан 2 себет шығады. Осындай сүзгіге салып аламыз, майымызды қуырамыз. Бізге табамыз шұңғылдау болуы керек. Табама мән бермеңіздер, өте көп жыл болған. Маған осындай шұңғыл таба керек болған соң алдым. Енді осыны шетінен бастап осылай қуырып шығамыз. Барлығын жайлап жылжытып осылай қуырып аламыз. Міне дайын болды. Формасын ұстады. Енді бізге сәл қызарту керек. Кез келген салатты салсаңыздар болады. Ортасына дайын болған соң міндетті түрде істеп көріңіздер, өте оңай және дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Міне, бұл енді қатты болғаннан кейін тарелкаңыздан жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан апара жатқан уақытта сақ болыңыздар. Сонымен қатар біздің магазинімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Бағалары өте тиімді. Качествосы керемет, барлық қалаға доставка бар және де көптеген конкурстар өткізіліп тұрады. Міндетті түрде қатысыңыздар, біздерге тіркеліңіздер.